Қайырлы күн. Армысыздар, қымбатты отандастар, жерлестер, құрметті ағайын, бауырлар. Менің аты жөнім Үміт Қыранқызы Битянова. Мен Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Жамбыл облыстық департаменті жанындағы антикор орталығы, яғни антикор ақпараттық ағартушылық штабының мүшесі боламын. Өздеріңізбен дәл бүгінгі, дәл осы қазіргі сәтте тікелей эфирде жүздескеніме қуаныштымын. Мүмкіндігі болса, осы тікелей эфирға қатысып, көкелеріңізде тербеп жүрген сауалдар болса, қоюларыңызға болады. Менің сіздерден сұранатыным, бір-бірімізбен ашық диалогта, ашық алаңда парасаттылық, әділдік, сенім, адалдықтың айшықталған негізінде әңгіме өрбітсек деген ойым бар. Жалпы біз жан-жағымызда жүргенде үлкеніміз кішімізге, ұстаздарымыз оқушыларымызға, ал ата-аналар өзінің отбасындағы бала-шағаларына, немесе ата-енелер өзінің отбасындағы балалары мен келіндеріне ақыл айтуға құмармыз ғой. Ақыл айтқанда не дейміз? Жақсы азамат болыңдар, тік жүріп тік тұрыңдар, адал болыңдар, парасатты болыңдар, ешкімнің ала жібін аттамаңдар деп айтамыз. Рас қой. Бірақ байқасаңыздар, көбінесе сол біздің айтқанымызды, біздің айтқан ақылымызды олардың, тыңдаушылардың орындап жатқаны аз болып шығады. Себебі неге? Себебін баяғыда Сенека деген ғұлама айтып кеткен. Жақсылыққа дейді, жақсы нәрсеге уағыз айтып жетпейсің, тек қана үлгі көрсетіп жетесің дейді. Біз өзімізден кейінгілерге сылдыр сумен, жылтырақ әдемі әңгімемен талап етеміз. Осындай бол, мұнандай бол, адал бол, таза бол, сөйтпе, бүйтпе, түзу тұр, отыр, тұр, мына шекарадан аспа деп. Ал бірақ біз өзіміз оны солардың деңгейінде, солардың кезінде, солардың жасында дейік, жас мөлшерінде біз дәл соны сақтадық па, дәл сондай бола алдық па өзіміз? Мен кейде өзімнің қасында жүрген кісілер осылай балаларына көңілі толмайтынын айтқан кезде кәдімгідей ойланып қалам. Өйткені мен сол балаларына ақыл айтып, балаларының жасап қойған бір шәлкес қимылдарына, істіліктеріне ренжіп отырған сол ата-аналарға мен кейде таңғалам. Өйткені мен олардың өздерінің бала кездерін, жас кездерін және олардың сол кездегі жасаған қателіктерін, қым-қуыт, қиғаш іс-әрекеттерін көріп жүрдім ғой. Өздері жасаған қателікті енді олар әрине балалары өзімізден кейінгілер жасамаса екен деген пиғылдары дұрыс. Бірақ біз оны өзімізден кейінгі ұрпақтарға дәл бұлай жеткізе алмаймыз. Өйткені біздің жүріп келе жатқан жолымыз егер түзу болмаса, ол бізден кейін біздің артымыздан есіп келе жатқан балаларымыз түзу жүреді деп айту, сенімді айту не қайбыл. Ана бір мысал бар ғой, бәріңіз де көріп жүрсіздер, әлеуметтік желілерде де тарап жүрген болу керек. Әкесіне баласы екеуі сөйлесіп, сырласып отырады дағы, әкесі баласына ақыл айтып отыр ғой, балам түзу жүр, сөйт, ешкімнің ала жібін аттама, сөйтпе, бүйтпе, жарайды ма деп. Сонда жаңа баласы айтқан екен, әке, әрине, мен сіз қалай болсаңыз солай болам ғой, сіз жүрген жолмен жүрем ғой мен деген ғой. Яғни сонда әке қисық жолмен жүретін болса, бала да сонымен жүреді.
Мінекей жауап сол. Сондықтан адал болу қиын ба? Шын мәнінде барлығыңызға осылай сауалды қойса, адал болу қиын деп айтар ма едіңіздер деп ойлаймын. Адал болу, иә, рас қиын дер едіңіздер. Енді бір оптимистеріңіз, озық ойлы, көзқарасы түзу, жарқын позитивті араларыңызда адамдар, олар жоқ, адал болуға болады. Несі бар? Адам әркім өзіне өз жауап беру керек. Мен таза болсам, жан жағымдағы қоғамның былықшылығында шаруам не? Деп те жауап бере аласыздар. Сондықтан бұл сауалға, адал болу қиын ба деген сауалға 2-3 таяқтың 2 ұшы бар. 2-3 жауап айтылады. Әрине, соның қайсыңыздың жүрегіңізге жақын, ол енді өзіңіздің табиғатыңыздан, өзіңіздің мінез құлқыңыздан, өзіңіздің қабылдауыңыздан анықталады. Осы жөнінен имам Ағзам Ханифадан қасындағылары сұрапты: тақсыр, сіз осынша әдептілікті, осынша инабаттылықты, осынша шыдамдылықты, осынша парасатты, адалдықты кімнен үйрендіңіз депті. Сонда жаңағы имам Ағзам Ханифа айтады дейді: мен әдептілікті де, адалдықты да жан жағымдағы әдепсіздерден, адал емес харам адамдардан, алаяқтардан үйрендім деген екен. Осы бір жауап бәрімізге де өмірдің сабағы болуы керек. Жан жағымыздағы күйкі тірліктің құлы болып жатқан түрлі ұсақ түйекке барып, өздерінің ішкі алаяқ мінез құлқын әшкере қылып қойып жатқан адамдар жоқ емес. Жалпы сыбайлас жемқорлар қазіргі біздің қоғамда әлі де бар. Мінекей біз сыбайлас жемқорлықпен күресіп жатырмыз деп отырмыз, бірақ сол сыбайлас жемқорлықпен күресті қоғам болып қолдамайынша мақсатына жеткізуіміз неғайбыл. Біз антикор ақпараттық ағартушылық штабтың мүшелері жыл басынан бері қаншама мекеме ұжым қызметкерлерімен, көпшілікпен, қарапайым түрлі деңгейдегі ортада араласып кездесу жасадық. Сол кездерде байқасам, біраз алдыңда отырған әңгімеге араласып отырған қауымның көпшілігінің, мен сізге айтайын ба, 60-70% дейінші, егер 100 адам отырса, соның 60-70% самарқау, бойкүйез отырады. Ол отырған жиналыста отыр деген әңгіме емес. Ол кісінің сол қоғамдағы проблемаларға өзінің үлесін қосу салмағының төмендігі дегенді айтқым келіп отыр. Көбісі, әркім өзіне дұрыс, әркім өзіне жауап беру керек қой, әркім өзінің мойнына жүктелген міндетті атқарсын, менің шаруам не? Деп орысша айтқанда моя хата с краю деген нәрсе бізді жарға жығып жатыр. Ең біздегі проблеманың бәрі осы. Шын мәнінде өзіміздің аузымыз, өзіміздің қолымызға жеткен, тәуелсіз болған мемлекеттің еркін ойлы, ерікті азаматымыз деп кеуде керіп, төс қаға мақтанышпен айтамыз, бірақ соған қаншалықты лайықтымыз, немесе ұрпақтарымыз қаншалықты лайықты, осы жөнінен біз сәл-сәл мүдіруіміз мүмкін. Мен сіздерге бір өлеңімді оқып бергім келіп отыр. Ол өлеңім шенеунік немесе шенеунікті, сол шенеунікті сыбайлас жемқорлықтан сақтандыру деп аталады. Өйткені мынау қызмет, қолға ұстаған папка дейміз бе,
отырған кресло, орынтақ. Бұл қызметке барған адамға кәдімгідей жел бітіреді, бойына бу бітіреді, өзгеріске ұшырайды. Ал енді өзгеріске де ұшырамай өздерін өздері ұстап та жүретін адамдар бар шығар. Сондықтан жаңағыдай өзгеріске ұшыраған, көңіл күйі құбылысқа ұшыраған адамдарды мүмкіндігінше адал болуға шақырған өлеңім еді. Жаңағы шенеунік деп аталатын өлеңім. Қалың жерге қағылды да шегең нық, шырт түкіріп шыға келдің шенеунік. Өмір неткен ғажап едің сүйіктен, кеуде керіп көз тастайсың биіктен. Құбылмалы кейде көңіл қызыға, бәр саған қарайтындай қызыға. Қайдан білсін ішкі ойыңды ел сенің, алшаң басып жүрсің төрін кең сенің. Опырардай болып істің баршасын алғашында талаптандың, ал сосын көпшілікке көрінген боп мейірбан, нәпақаңды тауып кеттің бұйырған. Қызметтегі шығар бәлкім осеншің, бет күстарсың, лауазымды көсемсің, ар ожданды адал таза жандайсың. Ар ожданды адал таза жандайсың. Бірақ Құдайды алдай алмайсың. Осы өлеңім туылғанда оқырмандар арасында резонанс туғызды. Сөйтіп бірнеше өзіміздің мемлекеттік басылымдарға, мерзімді басылым газеттеріне шықты, және сары дейміз ғой, желтая пресса, сары басылымдарға да, сары газеттерге де шықты. Неге деңізші? Мүмкін бұл сол оқырмандардың, яғни осы өлеңді оқығандардың, тыңдағандардың арғы ішкі дүниесіндегі жан жараларының қабығын ашқан болу керек деп ойлаймын, және ойларынан шыққан болу керек деп ойлаймын. Өйткені көбінесе адалдық, парасаттылық, әділдік туралы айтқанымызда біздің көз алдымызда алдымен билік тұрады. Билік, атқарушы билік өкілдері, содан кейін мемлекеттік қызметшілер, яғни қолында кірі бар дейміз ба, қолында кәдімгідей күші бар адамдар көз алдымызда тұрады. Ал қарапайым халық ойлайды, қарапайым халықтың да көбісі ойлайды солай деп мен ойлаймын, өйткені мен сол қарапайым халықтың өкілінің біреуімін. Қызметі жоқ, қолында кірі жоқ, астында орынтағы жоқ, тек қана аузына Құдай салған қалам қаруы бар. Сонда біз қарапайым халықта тұрған не бар деп ойлаймыз ғой біз. Қарапайым халықта тұрған не бар дейміз. Адалдық керек болса, алдымен мемлекет өзінің қызметтегі адамдарын жөндеп алсын дейміз. Мінекей, бірақ солардың бәрі де біздің ортамыздан шықты ғой. Біз қазір анау Үндістан халқы сияқты, Үндістанда 4-ке, 3-4-ке, 5-ке бөлінеді, каста болып, ұлтты, ұлыстарды ғана емес, адамдардың әлеуметтік салаларын да топ-топқа бөліп тастаған, деңгейге бөліп тастаған сондай қоғам ол. Біз, бірақ біздің мемлекетіміз, біздің Қазақстанымыз өркениеттілікке қолын созып келе жатқан, алдағы жарқын болашағына өзінің даңғыл жолын салуға ұмтылып келе жатқан мемлекет болғандықтан, біз барлығымыз өзіміздің конституциямызда айтылғандағыдай адамның факторын бірінші орынға қоямыз, және сол адамның факторын алалағымыз келмейді. Ендеше қарапайым халық болайық, мейлі мемлекеттік қызметкер болайық, мейлі билік иелері болайық, немесе соларды сынайтын оппозиция мүшелері болайық, барлығымыздың да ұстанымыз әрине таза адалдыққа, парасаттылыққа құрылу керек. Мынау қайбір жылдары өзі менен обал не керек, менен көмек сұрап келетін адамдар көп, сөз жәрдем сұрап келеді, ақыл кеңес сұрап келеді, ең болмағанда жылы сөзін айтады ғой деп менен үміттенеді. Сондай бір
жұмыстар болып, бір оқиға болып, жұмысынан, қызметінен шеттетілген жап жақсы, адал, парасатты адам бірнеше жыл бойы жұмыссыз отырып қалды. Сотқа да барған жоқ, өзінің жағдайын шешуге де ұмтылған жоқ. Мен сыртынан ол кісіні аядым. Әлгі қазіргі психологтардың тілмен айтқан кезде айпырмай депрессияға түсіп қалатын болды деп. Сол кезде бір өлең шықты. Бірақ бұл сол кісіге ғана қатысты емес. Өйткені сол уақытта мен жүріп жатқан ортада тура сондай жағдайлар көп болып жатты. Басшыларының қарамағындағыларын шеттету жұмыстан, немесе жоғарғы биліктегілердің төменгі қол астындағыларға қысымшылық көрсетуі көп болып жатты. Сол кезде туылған бір өлеңімді сіздерге оқып берейін. Мен әдейі әңгімемді өрбітіп отырмын. Арасында өздеріңізден қымбатты оқырмандар, тыңдармандар, ардақты ағайын, сауалдарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап беруге әзірмін. Ал оған дейін «Хақиқи сөз» деген өлеңімді оқып берейін. Мазалайды мені көп сұрақ әлі. Неге өмірдің бітпейді бұралаңы? Қайда қарап тұрды екен заман көзі, зардап шегіп жатқанда бір адамы. Күрсінген мен қайран ел айналығып, жатты соны біреулер пайдаланып. Зұлымдықтың соққысынан қашқан шындық жасырынып қалды екен, қайда барып. Алдартына шашқанда топырағын, сезбеді ме түбі бір опынарын. Қара күйе жағып ап түн жамылған қаскөйліктің не деген беті қалың. Секем алып қу жүрек білдің нені, былғайтындай бұл ойда бір күн мені. Саған артқан үмітті тұншықтырып не тапты екен күдіктің күлгін реңі. Самғар сенім көгінде сарқылып ән, тамырына төзімнің бал тұрылған. Қызғаныштың тойды ма қызыл иті, талағанда сені алып алқымыңнан. Көл боп жұрттың телміру көлшігіне, пенделікке бұйырған енші міне. Сенен шыққан сепкізбей сәуле нұрын, көр соқырдың көңілі көншіді ме? Көп болғанмен өмірдің бұралаңы. Тек таза жан сұлу ғып сұралады. Адалы болсаң тұлғаңа дағы жұқпайды, көз жетер талайдың бұған әлі. Сыйы деп біл Алланың сынағаны, қауқарсыздар келеді құламалы. Аяғыңнан шалғандар қарада тұр, күнәсі үшін мақшарда сұралады. Рахмет тыңдағандарыңызға. Ерболатжан, сауалдар бар ма? Мен онда әңгімемді ары қарай жалғастыра берейін. Жалпы қоғамның мүшесі болғаннан кейін өмір сүру ұстанымдарымызда әртүрлі ойлайтын болғаннан кейін, өмірде әртүрлі адам болғаннан кейін әртүрлі пікірге баруы да заңдылық. Және менің осы айтып отырған әңгімеммен адалдықтың жолы тек қана түзу жол, мен жүретін жолмен ғана жүр, былай жүрме, тек қана түзу жолмен жүр деп, мен өзімнің жүретін жолымды сіздерге таңуымның өзі қателік болып табылады. Сондықтан сол адалдықтың шегіне, таза мөлдір бұлағына, бастау бұлағына жету үшін әрқайсымыз әртүрлі жолмен баруымыз бар. Мүмкін, дұрыс қой, біреуіміз бұралаң жолмен, біреуіміз түзу жолмен, біреуіміз сәл қиыстау жолмен, біреуіміз аспанмен баруымыз мүмкін, біреуіміз жердің астымен, бейнелі түрде айтқан кезде. Осы жөнінде бір мысал бар, өздеріңізге таныс мысал, тәмсіл. Баяғыда бір патша түс көреді ғой, естеріңізде бар ма? Баяғыда бір патша түс көреді, түсінде бір қызық іс көреді. Сөйтсе, аузының түгел тісі түсінде түсіп қалыпты. Содан жан жағына патшалығындағы бүкіл елге хабар бергіздіреді, менің түсімді кім жориды деп. Бір түс жорғыш келеді, жорып береді: патшам, сіздің бала шағаңызда, үрім бұтағыңызда, түгел тұқымыңызда қалмайды екен, өліп қалады екенсіз.
сіздің көз алдыңызда өледі екен бәрі деп жориды. Екінші бір оның басын алып тастайды патша. Екінші бір түс жорғыш келеді, оған жаңағы көрген түсін айтады. Ол да иә патшам деп түсті дәл солай жорып береді. Кешіріңіз, сіздің өрен жараныңыз, өрен бұтағыңыздың бәрі қырылып қалады екен, сіз жалғыз өзіңіз қалады екенсіз деп. Үшінші бір түс жорғыш келеді. Ол да дәл осылай. Дұрыс. Жаңағы бұның алдындағы сіз өлтіріп тастаған түс жорғыштардың айтқаны дұрыс. Мен де солай жорим. Өйткені сіздің түсіңіз солай болып тұр. Сіздің жан жағыңыздағы жақындарыңыз, ет жақындарыңыз бәрі өліп қалады екен. Сіз жалғыз өзіңіз қалады екенсіз дейді ғой. Не керек, түс жорып жатқан түс жорғыштардың бәрінің басын алып өлтіріп тынады патша. Содан өзі тұңғиыққа түсіп кетіп қайғыда отырған патшаға түс жоримын деп бір жұпыны адам келеді. Бұған дейінгі мықты білімді, ілімді түс жорғыштар жори алмаған, дұрыстап жори алмаған, бұл жориды дейсің бе деп самарқау жаңағы жұпыны адамды патша тыңдап көрсе, түсін айтып. Сөйтсе жаңағы жұпыны адамның көзінде от жанып, жанары нұрлана патшаға қарап айтады дейді. Уа тақсыр, мынау түсіңіз керемет қой сіздің. Сіз неге қуанбайсыз? Құдайым-ау, Тәңірім-ау, мынау ең ғажап түс. Сіз бүкіл ет жақындарыңызға, бала шаға, үрім бұтақтарыңызға қарағанда ең ұзақ ғұмыр жасайсыз депті. Мына жорыған түсті естігеннен кейін жаңағы жұпыны адамға патша насаттанып, есін жиып, риза болып, мәз болып, қуанып, басынан бақайшағына дейін алтынмен аптап, күміспен қаптап қайтарған екен дейді. Қараңыздаршы, біз қазір адалдықтың тақырыбын қаузап отырмыз ғой. Бірақ шын мәнінде адалдықтың да мазмұны және формасы, былайша айтқанда үлгісі, бұл деген жаңағы патшаның көрген бірақ түсі сияқты. Әңгіме бірақ сол патшаның түсін кім қалай жорып берді? Көрдіңіздер ме? Яғни атамыз қазақ айтып кеткен, жақсы сөз жарым ырыс деп. Біз осы сөздің құдіретін білеміз. Мүмкіндігінше жақсы сөз айтуға тырысуымыз керек екенін де білеміз. Бірақ көп жерде жан жағымыздағыларға жадап жүдеп жатқан күйбең тірліктен, қу тіршіліктен кейде қажып, шаршап қалған адамдарға жылы сөзімізді арнауға ерініп тұрамыз. Бұл біздің ішкі дүниеміздің сәл білімсіздігі, сауатсыздығы, өресіздігі деп айтар едім. Мысалы, алдыңыздан азып кеткен, неше жыл бойы көрмеген адамды көрсеңіз, ол азып кеткен болса, сіз қалай қарсы аласыз? Ойбай, үміт, не болған саған? Азып кетіпсің ғой, ойбай, өлейін деп қапсың ғой деп. Біз дәл осылай десек, жаңағы үміт бұрынғы ма ауып талып, үйіне барады да өледі де қалады. Көрдіңіз бе? Біз оған жылы сөз айта алмадық. Ол шынымен де ауырып жүрген шығар. Мүмкін ол диета ұстап, өзінің формаға келтіріп жүрген шығар. Салмақ қуып. Бірақ біз соған жаңағыдай жаман дұрыс емес сөз айтамыз деп, жанашырлық, оны біреулер ойлайды, жанымыз ашып кетті ғой оған, жанашырлықпен айттық қой деп. Бұл жанашырлық сөз емес. Мен айтар едім, бұл керісінше оны өлтіретін, ішіне жұтқызып жіберетін атып өлтіретін қару болды деп. Ал мен жан жағымдағыларға мүмкіндігінше жылы сөз айтуға тырысам, азып тозып кетсін, оның бойындағы бір жақсы нәрселерін көруге тырысам. Сол уақытта оған бұны орыс тілді кісілер көбірек жақсы ажырата алады. Комплимент дейміз ғой, термин бар. Жалпы қолпаш жасау мен қошемет жасаудың айырмасы бар. Қолпаштау деген бір бөлек, қошемет жасау деген бір бөлек. Көңілшек адамды қошемет өлтіреді дейді.
ой сен кереметсің, сен мықтысың деп ортаңқол бір, енді дарыны ортаңқол бір адамды кереметсің деп аспандатып жіберсең, ол байғұс шынымен де мен аспанда екенмін деп, аспанда ұшып жүр екенмін деп тарс етіп құлап өзіне өзі бүлдіруі мүмкін. Міне, қошемет жасау мен қолпаш жасаудың, ал енді комплимент, жылы сөз арнаудың айырмашылығы жер мен көктей дегенім сол. Ал оның керісінше сәл мен өзінің кемшілігін біліп тұрған адамға, сен өзіңнің кемшілігіңді біліп тұрсың, сен сол кемшілігіңді білсең, демек сен жақсы адамсың, сенен жақсы адам шығады, сенен дарынды адам шығады, сенің болашағың бар деген үлкен үміт күттіретін жақсы сөз айтсақ, онда ол адамның жаны семіреді. Мен адалдықтың жалпы ұғымының кең екендігін осылай түсіндіргім келеді сіздерге. Адалдық, әділдік, сенім, жақсылық, небір адамгершілік ұғымдары бір-бірімен астасып жататын синонимдес, біріне-бірі ұқсас, бір-біріне ағайындас сөздер біздің қазақтың ұлттық менталитетімізде, тәрбиемізде жатыр. Түбінен әлгі отбасынан бастасақ, үйдің ішіндегі шаңырақтан-ақ тыйым сөздерден бастап, осының бәрі біздің ұрпақты тәрбиелеудің құралы. Мынау нәрсені үйтуге болмайды, ал ана нәрсені сөйтуге болады деп кішкентай баламызға, немерелерімізге, балапандарға, ұрпақтарға болады деген сөзді үйретіп, және болмайды деген оның екінші болымсыз етістігін қосымша үйретіп жүрсек, біз сонда олардан жақсы азамат өсіре аламыз. Мен сіздерді соған шақырар едім. Осы қазір ораза айы ғой, барлығыңызды Рамазан айымен құттықтаймын. Құдай қаласа жақын арада айт келе жатыр, ораза айт. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ал ораза ұстамай ауыз бекітпей-ақ сол ауыз бекіткен адамдарға ауызашар беріп, өздеріне Алладан мол сауап сұраған мұсылмандардың да, азаматтардың да, қауымның да, жамағаттың да тілектерін Алла қабыл етсін деймін. Сол осы Рамазан айында әлеуметтік желімен тарады бір жақсы мысал, әңгіме. Мен соны тағы да сіздердің естеріңізге түсіргім келіп отыр. Құран жетім бе деген тақырыпта ауызашарға шақырады имамды, қасындағы кісілермен қонаққа шақырады ғой, ауызашарға имамды өзінің мешіттің егесін шақырады бір кісілер. Сол кісіні үйіне шақырып қойған, ол кісі келе жатқан кезде, сол үйдің егесі әйелі күйеуінің мынаны үйге тығып қоя салшы деген деп берген қомақты ақшасын асығып жүріп, әлгі қонақ бөлмедегі үстелдің үстіне жоғары жаққа қоя салады дағы, үйдің тірлігімен, шаруасымен жүгіріп кетеді ғой енді келе жатқан кісіні қарсы алу үшін. Содан имам шай ішіп, батасын беріп, аузын ашып, аман есен қайтады, кетіп қалады. Содан кейін әйелімен еркегі, күйеуі екеуі үйді жинап, естерін жиып болғаннан кейін барып, әйелі ақшасын іздесе, ақшасы жоқ дейді. Ақшасы жоқ. Ойпырмай жаңа ана кісі келе жатқан кезде сол кісі кеп қалды ғой деп асығып, сіздің берген ақшаңызды тығатын жерге жаңағы ықтияттап тыға алмай, мынау үстелдің үстіне қоя салып ем, биіктегі мынау сөренің үстіне қоя салып ем деп сол жерді шырқ үйіріп іздейді, түк таппайды. Содан ойпырмай, үйге басқа бөтен адам келген жоқ. Сол жаңағы мешітті ұстап тұрған имам ғана кірді. Соған ғана ауызашар берді бұл кісілер. Ойпырмай деп жаңағы үй егесі, ер азамат қатты ойланады. Қалайша бұл имам менің асымды ішіп отырып, сол жаңағы ақшамды сол кісі ұрламаса енді кім ұрлады? Сонда өзі Алла деп отырып, аузында тобасы, аузында Алласы бар имамның өзі осындай ұрлыққа барда уә деп ойлайды ғой жаңағы кісі. Іштей. Бірақ сыртқа ешкімге шығармайды. Бірақ бір жыл өтеді, сол имамға іші жылымай жүреді жаңағы азаматтың. Келесі жыл тағы да ораза болады. Тағы да оразада ел құрметтеп имамды өзінің үйіне шақырып ауызашар беріп жатыр. Сосын әлгі азамат та әйелімен екеуі ақылдасып, не істейміз, имам шақырамыз ба дейді ғой.
шақырсақ шақырайық енді. Өзі білсін. Сол баяғы біздің ақшамызды, осы бір жыл бұрынғы ақшамызды ұрлап кеткені болса, Құдайдан тапсын. Бірақ біз енді әйтеуір ауызашарды беруіміз керек, ауыз бекіткен кісіге деп, екеуі көңілі жайланып, қайтадан сол имамды кезегі келгенде үйіне шақырады. Имам келіп, шайын ішіп отырғанда, дейік, дастарханында отырғанда, әңгіме, емен жарқын әңгіме айтып отырып, сәл қабағы әлі ашылыңқырамай отырған ер азамат имамнан сұрайды ғой: сіз менің байқап жүрсіз ба? Бір жыл бойғы көзқарасымды сізге деген, менің сізге ішім жылмай жүрген байқап жүрсіз бе дейді. Сонда имам айтады: иә, байқап жүрмін. Біртүрлі, әйтеуір бұрынғыдай емес, емен жарқын сөйлеспейсіз, менен қашқақтайтын сияқтысыз, маған біртүрлі қарайсыз ғой, жақтырмайтын сияқтысыз ба дейді ғой имам. Сол кезде үй егесі азамат айтыпты: бір жыл бұрын сіз біздің үйге ауызашарға келгенде, мынау әйелі мына жерге асығыс үсігіс пәлен ақшаны, мен берген ақшаны тықпай қоя салған екен. Сол ақшамыз жоғалды. Сол күні жоғалды, ал ол күні біздің үйге келіп кеткен сіз ғана едіңіз. Сол ақшаны сіз алдыңыз ғой. Содан сізге өкпелеп жүрмін дейді. Сөйтсе жаңағы имам отыра қалып, ағыл тегілі шығып, ебіл-дебіл жылап жібереді. Ер азамат, еркегі де, әйелі де қорқып кетеді. Не болды деп түсінбей. Еңіреп жылап жіберіп, имам сәлден кейін көз жасын сүртіп түсіндірген екен неге жылағанын. Мен сіздердің мені қаралап жатқандарыңызға, маған жауып жатқан жалаларыңызға жылап отырған жоқпын. Менің жылап отырғаным мынау дейді. Мен кіргенде, осы жерге төрге шығып кіріп баратқанда, мынау жоғарғы биіктегі сөренің қасында Құран кітап, анау Құран кітап тұр екен. Сосын қасында есік ашылғанда желдеткіштен мен кіргенде қасында жатқан ақша шашылып жерге түсті дейді. Сол шашылып кеткен ақшаны алдымда анау тұрған Құран кітаптың арасына қыстырып жауып қоя салып едім. Менің жылап отырғаным сол Құран кітаптың, сол мен кеткелі бері бір жыл бойы бір ретте бір беті ашылмағаны ғой. Сіздердің екеуіңіздің де сол кітапты бір рет қолдарыңызға алмағандарыңызға жылап отырмын. Сонда мен ұрымын ба, әлде Құран жетім бе? Жетімсіріп қалды ғой Құран кітап, қасиетті кітап деп соған жыладым деген екен. Көрдіңіздер ме? Біз тазалықты, жалпы адамгершілікті, бір-бірімізбен қарым қатынасты пәк, таза, кіршіксіз күйінде сақтауымыз үшін алдымен өзіміздің ішкі дүниемізді таза ұстауымыз керек. Өйткені оны таза ұстау керек, иә, таза ұстау керек дей беру бір бөлек, таза ұстау. Таза ұстай алмайсыз, егер сіз қолыңызға анда-санда Құран кітапты алып оқып қоймасаңыз, немесе тіпті болмағанда әдеби көркем шығармаларды алып оқып қоймасаңыз, немесе мерзімді басылым газеттеріндегі көркем шығармаларды оқып қоймасаңыз. Өйткені мен неге айтып отырмын, өзім жазушы адам болғаннан кейін, ақын адам болғаннан кейін сіздерді соған кітап оқуға, газет оқуға насихаттап отыр екен, үгіттеп отыр екен деп ойламаңыздар. Бұл бір жағы, ал негізгі жағы ілімде, білімде, сосын ішіңіз шаршап кеткенде, тіршіліктен күйзеліп кеткен кездерде сіздерді сол депрессиядан, сол қиыншылықтан алып шығатын, қарайып кеткен жүрегіңізді тазартатын бірден бір нәрсе, ол көркем әдеби кітаптар. Өйткені оны жазған жазушылар, оны шығарған, ол мысалы өлең кітап, поэзия болатын болса, оны шығарған ақындарға Алла тағала өзі тылсым жаратылыс арқылы қаламының ұшына берген сөздер ол. Ал оның ең болмаса бір бетін оқысаңыз, көңіліңіз тазарады дегеніміз сол. Көтермесе көңілді кір басады деп келетін бір халық әні бар ғой. Тағы бір сіздердің көңілдеріңіздің кірін тазалайтын нәрсе, бұл да киелі өнер,
ол өнер, әсіресе ән, көңілдің ажары дейміз, театр, мысалы, драматургия саласымен мән беріп айналыссаңыздар, мысалы, осының бәрі сіздердің жарқын өмір сүрулеріңізге көмекші құрал болар еді. Сіз сол көркем шығармалардағы эпизодтар арқылы, оқиғалар арқылы, мейлі көркем фильмдер, теледидардан көрген, кинотеатрлардан көрген көркем өнер туындылары, немесе әлде бір суретшінің керемет галереялық туындылары, суреттері, картиналарын бажайлап барып қарасаңыз, сәлден кейін сіздің жанарыңызға нұр кіреді. Өйткені оларда сондай қуат бар. Өйткені олардың бәрі Құдай берген талантты, дарынды адамдардың қолынан шыққан өнер туындылары. Екінші бір мәселе, біз үшінші бір мәселе дейік. Үшінші бір мәселе, біз әлі де, жаңа айттым, ең сөзімнің басында, бой күйездік, самарқаулық деп. Мына бір сөз, елдің бәрі деген тіркесті біз қазақтар әсіресе қолданғаны жақсы көреміз ғой. Неге деңізші? Егер біреу бірдеңкеге әлденеге жылап жатса, әй, деп оны жұбатқандағы біздің айтатын сөзіміздің мысалы қандай? Әй, Жанар, қоя қойшы, сен жыламай-ақ қой, ойбай, елдің бәрі сөйтіп жатыр десек, анау Жанарымыз кәдімгідей қалпына келеді. Елдің бәрі сондай екен ғой деп. Көрдіңіз бе? Ал енді елдің бәрі мен сияқты қиналып жатыр екен ғой десе, тоқтайды дегенім ғой. Ал енді елдің бәрі керемет. Елдің бәрі жақсылыққа ұмтылуда, елдің бәрі адалдыққа ұмтылуда, елдің бәрі таза болуға ұмтылуда, елдің бәрі жемқорлармен күреске ұмтылуда, елдің бәрі антикор орталығының жұмысына сенім артуда десек, оны тыңдап отырған адам ол кезде, елдің бәрі сөйтіп жатыр екен, неге маған да соларға сенім артпасқа, неге маған да соларға еріп жақсылық жасауға тырыспасқа деп көтеріле салуымыз оңай емес. Ол кезде біз қалтарыста қалып кетеміз. Көрдіңіз бе? Мінекей, Махатма Ганди деген ғұлама, Үндістанның ғұламасы, дүниені өзгерту үшін алдымен өзіңді өзгерт деген ғой. Біздің, мен айтар едім, өмір бойы өзімізді өзіміз өзгерте алмай келе жатқандығымыздан біз көбінесе опық жейміз. Осы тұрғыда өзіміз қайтып өзгертеміз. Бұған сауал біреу-ақ. Жалпы анадан туылғанда, ананың құрсағында дамып, өмірге келгенде қу мінез, сол күйінше біте қайнасады. Ортамен тәрбиеленіп, бірақ адамның сүйегіне біткен мінез сол сүйекпен кетеді дейміз ғой. Ендеше өзгере алмаймыз дейміз ғой. Өзгере алмаймыз, ендеше қалай дүниені өзгертеміз егер біз өзгере алмасақ деп. Өзгеру деген ол сол дүниеге, сол уақытқа, сол заманға, сол кезеңге бейімделу деген сөз. Сіздің түбіңіз өзгермей-ақ қойсын, сіздің табиғатыңыз өзгермей-ақ қойсын. Немесе қазір тілмен айтқанда пластикалық операция жасап, бетіңізді, өңіңізді, тұлғаңызды, формаңызды өзгертпей-ақ қойыңыз. Сол баяғы үміт бола беріңіз. Бірақ ішкі дүниеңізді, өмір сүру дағдыңызды және ұстанымдарыңызды өзіңіздің қазіргі заманауи қалыпқа бейімдеуге болады. Міне сол бейімдеудің бірі, мысалы, мынау телефондар емес пе? Осыдан бірнеше жыл-ақ бұрын, азақ уақыт бұрын мен мысалы телефон шұқылап жүретін балаларыма ренжитімін, мына ұялы телефон шыққан кезде. Сосын өзім ойлайтымын, немерем пайда болса, немерелерге телефон ұстатпауымыз керек деп ойлайтымын. Өйткені басқа құрбыларымның, замандастарымның, ата, апа, әже болып жатқан замандастарымның немерелері туа салып, осы ұялы телефон ұстап жүргенін көрдім ғой.
Соны телефон ұстатпай үйретуіміз керек дедім. Сөйтіп жүргенде, мінекей, Құдайдың құдіреті, енді бүкіл әлемдік пандемия барлығымыздың аяғымызды, сан түрлі аяғымызды бірақ етікке тықты. Жаһанды жаулап, есімізді шығарған мынау қу індет, коронавирус, кәдімгідей қалпымызға келтірді. Біз әрі күле, әрі қалжыңдай айтамыз. Бұны да жаратқан ие біздің өзіміздің табиғатымызды, өзімізді қайта тәрбиелеуімізге жасап жатқан мүмкіндігі ғой деп жақсыға жоримыз ғой. Сонда мектептер уақытша карантинге, төтенше жағдайға байланысты жабылды, балабақшалар тоқтады. Сөйтті де сабақтар, немесе жаңағы іс-шаралар, атқарылатын жұмыстар, барлық жұмыстар қашықтықтан жасайтын режимге ауысты. Онлайн режим деп жатырмыз ғой. Сол кезде мен өзіме өзім күлдім. Шіркін-ай, егер менің осыдан неше жыл бұрынғы ойым дәл қазіргі уақытқа дейін өзгермегенде, мен жаңағы өзімнің немерелерімді мына бүгінгі бір ай, 2 айдағы онлайн режимдегі жұмыстарға қалыптастырып үлгермейтін екен мынау дедім. Жаратқанға мыңда бір шүкір, өйткені менің келін бала-шағам, келіндерім, балам өздері, мама-папалары жаңағы немерелеріме әйтеуір телефон ұстауды үйретті, интернеттен нені көруді, нені көрмеуді ажыратып үйреткен екен. Осы арқылы олар өздеріне тән керекті дәрістерін алып, онлайн режимде сабақтарын оқып, үйреніп, тәрбиешілерімен, ұстаздарымен байланыста отыр. Мінекей, көрдіңіздер ме? Сондықтан былтырғы көзқарасымыз біздің биыл өзгеріп қалуы мүмкін. Менің дәл қазіргі сөйтемін деп, бүйтемін деп отырған принципшіл көзқарасым ертең өзгеріп қалуы мүмкін. Бұл тайғақтық емес, бұл адамның осалдығы емес, бұл екіжүзділік те емес. Бұл тек қана жаңағы дүниені өзгерту үшін өзіңіз өзгеріңіз деген сөздің астары, соның дәл мағынасы. Яғни, мен дәл заманың түлкі болса тазы боп шал деген бір керемет, оны біз енді алаяқ мақал, мәтел көреміз ғой, керемет мақал. Заманың түлкі болса тазы боп шал дейді. Заманға адам күйлемек деп Абай атамыз айтып кетті ғой. Бірақ біз сол заманға қарай бейімделуіміз керек. Оның ар жағында міндетті түрде бәрібір адалдық тұру керек. Адалдық дегеніміздің ең үлкен суреті, бейнесі, ол апандай құлқын емес. Мынау өңешке жұта беретін құлқын емес. Осыны білсек, қалған нәрсенің бәріне, әсіресе адамдар бір-бірімізге жылы сөзімізді аямай, содан кейін мүмкіндігінше бар кемшілігімізбен бірге, сол кемшілігі бар адамның өзінен де жақсылық іздеп тұратын пиғылға түссек, сіздер мен біздер адалдықтың ақтуын өзіміздің өн бойымызда, елімізде, мемлекетімізде туып, өсіп, өніп жатқан аймағымызда биіктен желбіретіп тіге аламыз деп ойлаймын. Қымбатты халайық, біз бір-бірімізді жылы сөз айтудан және бір-бірімізге көмек қолын созудан қиналып жатса, жәрдем беруден, сүрініп жатса, қолтығынан демеуден, құлап жатса, көтеріп тұрғызудан, егер қадам басып жатса, бірге оза шауып алға басудан қашпайтын жағдайға барсақ, сонда нағыз бір тұтас халық боламыз, бір тұтас ұлт боламыз.
мен оған сенем. Мен өздеріңізбен сұхбатымды аяқтаймын. Келесі кездескенше күн жарық болсын. Барлығымызды Алла тағала әлемді жайлап жатқан пандемиядан, аты жаман, тажал, атың өшкір вирустан сақтасын. Барлығымызды жаратқан ем тосыннан сақтасын, бәле жаладан сақтасын. Аты жаман, емі жоқ аурулардан сақтасын. Түрлі ірілі ұсақты аурулардан сақтасын, пәлекеттерден сақтасын, пәле жаладан сақтасын. Жаратқан ем барлығымызға тауфиқ берсін, сана берсін, сабыр берсін, ғидаят берсін. Және балашаға отбасымыз үшін ырысқұт, молшылық, береке, бірлік берсін. Аумин. Қош болыңыздар. Бір сұрақ бар дейді. Ендеше мен сәл қоштаспай қоя тұрайын. Жапар сатылған дегенсі. Жапар ағай, сәлематсыз ба? Адалдық алаңы әлеуметтік желіде қай деңгейде араласып отыр деп ойлайсыз? Әлеуметтік желіде аталы сөз, абырой биік, ой, ақыл, тәрбие қозатын зиялылардың үлкен тобы қосылмайды екен. Себебі неде? Олар қосылса, адалдық алаңы бұдан да биіктері анық. Бұл Жапар аға, сіз жақсы қозғап отырсыз. Осыны жаңа ғана біз осы мынау антикор орталығында болған өзіміздің мәжілісімізде антикор ақпараттық ағартушылық штабтың жетекшісі Қасымхан Естемесұлы екеуміз осы туралы әңгіме айтып қалдық. Сіз ойламаңыз, Жапар аға. Үлкен кісілер, ақылман кісілер қосылса болмайды екен деген жазылмаған ереже жоқ. Бәлкім сіз де жан-жағыңыздағы, мен сияқты жан-жағыңыздағы жастардан анда-санда опық жеп жүрген шығарсыз. Өйткені қазір бізде әлгі пенсияға шықпай қызметтің басында көп отырып қалған адамдарды сынап, жастарымыз көбірек жұмыссыздықты осылай келтіріп жүр ғой. Неге жұмыссыздық бізде қайтып жойылады? Пенсиядағы адамдар пәлен жыл сол жерде тағы айлық алып жұмыс істей берсе, жастарымызға қайтадан жұмыс табылады деп жатады ғой. Немесе депутаттарды сынап жатыр. Анау парламент мәжіліс басындағы пәлен жастағы кісілер депутаттық мандаттарын тапсырсын, орындарын босатсын, жастар барсын деп. Осыны 20-30 жыл бұрын бізде айтқанбыз. Жалынды жас кезімізде. Жастар босатсын деп. Сол жастар сол аралыққа келіп жатыр. Сол сияқты өзінің деңгейімен ылғи өң жастарды да жіберіп қоюға болмайды. Өйткені біз сол кездерде, мен өзімнің басымда бар, бізде, мен соны осылай айтам, жалындаған жас болдық. Араласқан жеріміздің жанартау болып жарып жіберетін біз. Бірақ бізге сонда ақыл айтатын үлкендер аз болыпты-ау деймін да. Үлкендер сәл-сәл сабырлыққа шақырса, бізде адуындылық пайда болмас еді. Өйткені мен өзім кейінірек айтам, жалындаған жас болдық кезімізде. Ал қазір міне есейе келе бықсып жанатын, түтіндеп жанатын адыраспанға айналдық деймін. Бірақ түтіндегенде бықсығанда Құдайға шүкір, түтіндеп бықсып, біздің түтіндеген бықсығымыздан ел жапа шекпейді. Қайта сол адыраспандай түтінімізден жан жағымыздағы жамандықтар аласталады деп мен өзімді жұбатам. Сондықтан мен қасында жүрген өзімнен кейінгі ұрпақтарға, жастарға, сендер үлкендерді көп шеттете бермеңдер. Үлкендердің де ішінде үлкендері бар. Ерік, жігер, күш, қуат, қайраттары жетерлік. Ал енді жастардың да ішінде 60-тағы, 70-тегі, 80-дегі, кешіріңіз, кемпір шалдардан да бетер бой күйе самарқау сылбырлары бар. Сондықтан кімде қаншалықты энергия, күш, қуат бар, оның жасы қаншалықты, және оның қоғамға қосатын үлес салмағы қандай, соған қарай әркім өз әлінің хал-қадарының келгенінше қоғамға қызмет ету керек. Жеке мүддесі үшін емес, қоғам мүддесі үшін. Ал ол үшін ауылыңда дейді атам қазақ, қартың болса, ауылыңда қартың болса, қазынаң дейді. Біз
қазына ақсақалдарымызды, ата әжелерімізді еш қашанда мынандай қоғамдық жұмыстардан шет қалдырмауымыз керек. Өйткені оларсыз біздің жастарымыз от жанып тұр. Ал титтей ғана бір қорап сіріңке, адамның өмірі бір қорап сіріңке дейді. Бір қорап сіріңке шақпақ. Ұстап тұрып жаңа қорапқа қатты мән берсеңіз күлкілі ғой. Қатты мән берсеңіз ойбай мынау шақпақ дей берсеңіз күлкілі. Ал енді бұл шақпақ қой деп түк мән бермей қойсаңыз қауіпті. Мен жастарды осыған теңер едім. Яғни жастарға жөн жосық көрсетіп отыратын ел ағалары, үлкендер, Жапар аға, өздеріңіз сияқты аузы дуалы, сөзі уәлі. Сіз мысалы қаламгер адамсыз, қаламыңыздан да көп тәрбиелік мәні бар шығармаларды туғызып жатқан адамсыз. Сіздердің сол дүниелеріңізді, сіздердің сол жасаған жолдарыңызды, еңбектеріңізді кейінгі ұрпақ міндетті түрде алып қалу керек. Ал жастардың еркіне салсаңыз, олар бізге ешкім ақыл айтпаса екен, біз өзіміздің айтқан жерімізбен жүре берсе екен, өзіміздің барам деген жерімізге бара берсе екен дейді. Менің ұстанымым осы жерде ана, әже, ене ретінде, жалпы әйел адам, жалпы үлкен адам ретінде менің ұстанымым, балаларды әрбір ата-ана баласын еркін өсіру керек, дұрыс, еркін өсірсін. Еркін өсіру керек, бірақ еркінсітіп жібермеу керек. Біз мынау қазір 30 жыл деп енді шамалап тәуелсіздік жылдарын осылай бір кезеңге бөліп қойдық қой. Кеңестік кезеңнен кейінгі уақыттағы біздің егеменді еліміздің жылдарын, даму жылдарын. Бірақ осы жердегі бір кеткен қателік біздікі осы болды. Ойпырмай, анау Жапон халқы өзінің балаларын төресіндей сыйлап, төріне отырғызады екен. Сен сондайсың дейді екен. Содан жапондар керемет болып шықты дейміз. Рас қой, иә? Ойпырмай, мынау Европа халқы балаларын сөйтет, еркін өсіреді екен, бетінен қақпайды екен дедік. Біз сөйттік те өзіміздің қазақи табиғатымызды ұмытып кеттік. Ал қазақ атамыз бетінен қақпа дейді, белін бу дейді. Иә? Өзіңнен кейінгінің дейді. Ал алдыңдағының дейді, етегін баспа, жолын қу дейді, үлкендердің дейді. Біз осы ұстанымдарды ұмытып кеттік. Біз ойбай, баланы еркін жіберу керек деп туыла салысымен еркіне жібердік. Енді уысымызда шығып кеткен балаларымызды қайтадан бері қарай алып келе алмай отырмыз. Әке шешесін тыңдамайтын балалар көп. Бұл туралы мысалды білесіздер ғой. Туылғанына 6 ай болған 6 айлық баласын алып кетті ғой бір әйел дәрігерге ақыл сұрап. Мен мынау 6 айлық баламды сізден ақыл сұрайын деп едім, қанша уақыттан бастап, қай жасынан бастап тәрбиелесем болады деп. Сонда жаңағы ғұлама айтқан екен, сіз 6 айға кешіктіңіз деп. Көрдіңіз бе? Сондықтан біздің қоғам міндетті түрде жастарымен қуатты, ал біздің қоғам міндетті түрде қарияларымен, қазына қарттарымен ақылды. Біз екі таразының екі басын тең ұстауымыз керек. Рахмет сіздерге. Аман болайық.